Баршаңызға сәлем. Бүгін бір көрерменімнің өтінішімен KFC-дің үй жағдайындағы ең оңай рецептімен бөлісем. Тағам қазанда 2 қайтара қуырылған KFC деп аталады. Бұл көрерменіме белсенділігі үшін ерекше алғысымды білдірем. Ал сіздерге тіркеліп, өз пікірлеріңізді жазып кетуіңізді сұраймын. Ең алдымен 1 кг тауық қанатшасына жарты ас қасық тұз, 1 шай қасық бұрыш қосындысын және 1 шай қасық құрғақ сарымсақ дәмдеуішін қосып, 20 минутқа қойып қоямыз. Егер құрғақ сарымсақ дәмдеуіші болмаса, балғын сарымсақтың 1 бөлшегін әбден уақтап езіп қосасыз. Тұздығына 100 грамм ұн, 100 грамм крахмал, 1 жұмыртқа алып араластырамыз. Яғни мен сияқты езіп араластыру керек. Тұздық құрғақ, сусылдақ бүршік болып шығу керек. Егер 2 кг тауық еті болса, онда 200 грамм ұн, 200 грамм крахмал, 2 жұмыртқа қажет. 3 кг 300 грамм ұн, 300 грамм крахмал, 3 жұмыртқа. Осылайша еттің көптігіне байланысты қосыла береді. Енді қазанға мол етіп май құйып, қыздырып аламыз. Май қызғанда бауырсақ секілді етіп пісіреміз. Екінші қайтара қуырамыз. Рецепт ұнаса, лайк қойып, каналға тіркелуді жіберіп алмаңыз. Сіздермен бірге мен Торғын, Ас ТВ Мастер каналынан.